Құрметті қыз-келіншектер, бүгінгі подкастымыз Рамазан және әйел деген тақырыпта өздеріңізге арналады. Және де Аллах тағаладан бүгінгі подкастымыздың берекелі, пайдалы болуын сұраймыз. Алдымен қонақтарымызбен танысайық. Подкастымыздың бүгінгі қонақтары осы тақырыпты барынша айқындап ашықтай түсетін, осы тақырыптың төңірегінде әңгіме өрбітетін Ихсан орталығының психологы, психосомат маманы Ардақ ұстаз келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Және де тағы да бір қонағымыз араб тілінің маманы, мұғалім, әрі ана, әрі әже Нұргүл Сейсенғалиқызы. Сізді де қош көрдік. Жақсы, әңгімемізді өрбітейік. Бүгінгі тақырып Рамазан және әйел тақырыбында әйел адамдардың оразасы, әйел адамзат Рамазанды қалай өткізу керек, Рамазанна мейлінше жаныне, тәніне, руханиятына қаншалықты пайда алып қалу керек, қандай құлшылықтар, амалдар жасау керек деген осы тақырыпта ортаға салатын боламыз. Алдымен әңгімеміздің, сөзіміздің басында Рамазан айының қадір қасиетін айтпасақ болмас. Мінекей біз қасиетті айда, айлардың патшасы болған, осынау Аллах тағаланың айы болған, тақуалық пен тазару айы болған Рамазан айында отырмыз. Рамазан айы күллі қазақ жұртына мүбәрәк болсын. Ұстап жатырған оразаларыңыз, осы айда жасап жатырған қандай да болмасын жақсы істеріңіз, қайырымдылықтарымыз, дұға тілектеріміздің баршасы Аллах тағала қабыл етсін. Рамазан айлардың сұлтаны дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалям өзінің хадисінде 12 айдың сұлтаны келді. Аллах тағаланың мейірімі, шапағаты бұл айда адамзат баласына молынан түседі дейді. Бұл айда бұрынғы үмметтерге берілмеген сондай бір жақсылықтары беріледі. Ол жәннаттың есіктерінің ашық болуы, тозақтың есіктерінің жабылуы, шайтандардың кісенделуі, және де әрбір амалдың, құлшылықтың мынау сауаптарының еселенуі дейді. Және бұл айда ең басты құлшылық мынау дініміздегі исламның 5 парызының бірі болған ораза деген 5 парызымыздың бірі нәсіп болған екен. Бұл туралы Бақара сүресінің 183 аятында: «Ей иман келтіргендер, сендерге бұрынғыларға парыз болынғандай ораза парыз болынды, бәлкім тақуалардан боларсыңдар» дейді. Яғни бұл Рамазан оразасының да ең басты мақсаты тақуалыққа жету екен. Адам баласының тақуалыққа қол жеткізуге тырысуы, әрекеттенуі екен. Және де бұл Рамазан айы баршамызға белгілі болғандай Құран айы. Бұл туралы да жаңағы Бақара сүресінің келесі бір аяттарында, яғни атап айтсақ 185 аятында, бұл айда сіздерге тура жолды көрсететін, ақ пен қараны айыратын анық бір дәлел Құран түсті деп айтады. Және де Рамазан айы бұл шоқтығы биік қадір түні бар ай екен, білесіздер. 1000 айдан да хайырлы деп айтамыз қадір түні. Және де адам баласының мынау ізгілікке, жақсылыққа тырысатын айы. Бұны енді эфиріміздің барысында тағы да айта жатармыз деп ойлаймыз. Рамазан айы жоғарыда айтып кеттік, ең бастысы бұл тақуалыққа жету дейміз мақсаты. Бұл құлшылықтардың барлығына әлбетте Раббымыз мұқтаж емес. Бұл құлшылықтардың барлығы да біздің өзіміз үшін, Раббымызға жақындау үшін, Раббымыздың разылығын табу үшін. Кез келген құлшылықты алсақ, намаз арсыздық пен жамандықтан тыяды дейді. Қажылық адам баласының күнәләрін кешіріп, бір таза бір өмірін, таза бір парақтан бастауға мүмкіндік береді дейді. Сол сияқты оразаның да ең түпкі мақсаты адам баласының тақуалыққа жетуі, мынау руханиятын тазалауы, жанын тазалауы, тәнін тазалауы, сондай бір тазару айы екен. Осы орайда Ардақ ұстаз, жалпы адам баласы енді тақуалық дегеніміз не? Мысалға өзіңіз сіздің түсінігіңіздегі тақуалық деген нәрсе не? Тақуалық бұл енді кешірім деп айтамыз, адам баласының арасындағы көркем мәміле, адам баласының жанын тазалауы, тілдің тазалығы, ойдың тазалығы, жүректің тазалығы деп жатамыз. Бір-біріне кешірімді болу, бір-біріне мейірімді болуға, жомарттыққа, қайырымдылыққа
мынау Рамазан айында адам баласы негізі ықыласты болу керек. Осы бағыттарда өзін өзі тәрбиелеп, өз-өзіне есеп беріп дегенде жақсы бір амалдарымен шұғылдануы керек қой. Өте жақсы айттыңыз, Анар ұстаз. Ең бірінші осы қасиетті айға амандықты, саулықты жеткізген Аллаға сансыз шүкір. Ұстап жатқан оразаларыңыз барлықтарыңыз қабыл болсын. Бұл жерде енді әйел адам болғандықтан, әйел адам осы қасиетті айға дейінді өзінің үйдегі істейтін шаруалары, жауапкершіліктері бар. Бірақ мынау осы айда, осы қасиетті айда бұған ерекше көңіл бөліп, ниетімізді дұрыстап, эмоциямызды басқара біліп, айналамыздағы отбасындағы адамдармен, балаларыңмен жақсы мәміледе болып, және осы қасиетті айдың мағынасын түсініп, жасап жатқан тамағыңды да, жаңағы жайған дастарханыңды да шын жүрегіңмен әдемілеп, отбасына ұсыну, қонақ күту, қонаққа бару, осы әдемі қалыпты сақтап қалу үшін әрине адамның жан тыныштығы, ниеті, көңілі, иманы барлығы енді әрине байланысты. Сондықтан өзіңнің көңіл күйіңді қадағалау, мен қандай жаңағы сауап алатынымды біліп, және оны өзіңнің өсіп келе жатқан бала шағаңа түсіндіре отыра, осы ауыз бекіте отыра, әйел адам сол үй шаруасын әрман қарай еш ренішсіз, еш қиналыссыз сауаптан үміт ете әрман қарай жалғастыру деп ойлаймын негізі. Жаңағы енді жай күндері біз енді тамақ ішіп, ауқаттанып, ас адамның арқауы ғой. Ал бұл жерде енді Алла разылығы үшін таңнан кешке дейін біз аузымызды бекітеміз. Сондықтан жаңағы ас болмағаннан кейін сәл адамның әлсіз болуы, бірақ соның барлығы не үшін, кім үшін деген жақсы бір ниетті қолға алып, соған амал ететін болсақ, иншаллах әйел адамның көңіл күйі де, денсаулығы да, қарым-қатынасы да бәрі жақсы болады деген ойдамын. Өте жақсы айттыңыз. Негізінде мынау Рамазан айында ораза ұстап жүрміз, өзіміздің парызымызды орындап жатырмыз. Таңнан кешке дейін астан, судан, жаңағы нәпсінің қалауларынан тыйылып жатырмыз. Бірақ мұнымен де маңызды нәрсе бұл барша дене мүшелерімізбен, барша жан тәнімізбен, жүрегімізбен ораза ұстай білу. Ғұламаларымыз айтады, оразаның негізі 3 түрі бар дейді. Бұның ең бірінші мынау 3 дәрежесі бар дейді ораза ұстаушылардың. Ең мынау бір төменгі дәрежесі, әлбетте ол да жақсы. Көпшіліктің оразасы дейді. Бұл көпшіліктің оразасы қандай деген кезде, бұл яғни көпшілік, мына дүйім жұртшылықтың жасайтын оразасы, бұл таңнан бастап кешке дейін жаңағы астан, ауқаттан тыйылып, яғни асқазанның оразасын ұстап, онан кейін нәпсі қалаулары содан ғана тыйылып жүруді ғана айтады екен. Бірақ бұның өзі кішкене жеткіліксіз ба деп қаламыз, өйткені бұның өзі Рамазан айының бұл құлшылықтың түпкі мағынасына жете бермегені, жеткілікті түрде түсіне білмегені деп келеді. Неге? Себебі онан кейінгі бір екінші дәрежесі ізгілердің оразасы екен. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінде мақталған нәрсе, мақталған ораза. Бұл қандай ораза десек, бұл жаңағы асқазанмен ғана тыйылып қана қоймай, тек қана Аллах тағаланың мынау халал қылып берген ас суының өзінен тыйылып қана қоймай, онымен бірге барша дене мүшесімен, яғни қолында харамнан сақтау, аяғында тілді, ойды, құлақты барлығында харамнан сақтап, жақсылыққа қарай бағыттау. Ал енді үшінші бір дәрежесі, ол тіптен мақталған, әр қайсымыздың бір арманымыз десек те болады. Бұлар ізгілердің ізгісінің ұстайтын оразасы екен, тақуалардың оразасы деп келеді. Бұл жерде жаңағы айтылған мынау төменгі екі дәрежедегі де бар, яғни дене мүшемен де, асқазанмен де ораза ұстау, сонымен қатар толығымен Алла тағалаға берілу. Яғни мына 11 айда біз өзіміз үшін, бала шағамыз үшін, болашақ мақсаттарымыз, жоспарларымыз үшін өмір сүрсек, әлбетте ол айда да нәпіл амалдарымызбен,
күнделікті жаңағы 5 уақыт парызымыз бар. Соның өзінде мынау бір ай бұл Аллах тағалаға жақындау айы, ақыретті көбірек ойлайтын ай, жақсы амалдарымызды көбірек жасап қалатын ай, сауаптарға молынан кенеліп қалатын ай екен. Ал енді ізгілерінің жасаған оразасы қандай десе, ол мынау жан тәнмен, жүрекпен, барлығымнан тіпті рұқсат етілген нәрселердің өзінен тыйылу. Сол нәрсе екен. Енді өте дұрыс айтып отырсыз. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде де айтады, егер адам бейпіл сөзден тыйылмаса, адамдарға бір зардап беруінен жаңа тыйылмайтын болса, тілімен болсын, басқа да бір дене мүшелерімен болсын, жаңағы Алла тағаланың тыйған нәрселерін жасай беретін болса, онда оның аш қалғанынан басқа Рамазаннан алатын ешқандай үлесі жоқ дейді. Сондықтан да бұл өте маңызды. Көрермендеріміз ескеріп жүрер деп ойлаймыз. Әлі де болса, әлі Рамазанның жартысына болса да жеткен жоқпыз. Әлі алда қаншама күндеріміз бар. Бірақ ұмытпауымыз керек, 30 күннің өзі бір 3 күндей өте шығады. Көбіне Рамазан айы өткеннен кейін біздің артта қалған өкініштеріміз көп болады. Неге мен мына амалдарды жасамадым? Мына амалдарда мен тұрақты неге болмадым? Менің жаңа Рамазанды біз бәріміз сағына күтеміз ғой, жыл 12 ай. Келе жатқан кезінде мынау күнделікті жаңағы муфтиятта мынау дін орталықтары шығарып жатады, 15 күн қалды, 13 күн қалды, 12 күн қалды деп. Сонда күн санап күтеміз. Бір келген кезде барлығын бір тарс етіп, бір керемет бір жаңа құлшылықтар жасап, бір өте бір Рамазанды сондай бір пайдалы қылып өткізетіндей боламыз. Бірақ Рамазан өткен кезінде сондай бір өкініштеріміз көп болады. Мұншамалды жасамадым, Құранымды хатым етіп аяқтамадым, кішкене бір тілімді жаңағы тыймадым, ашуға беріліп қойдым деген нәрселер болады. Өйткені бұның барлығы да мен енді өз басым ойлаймын, бір күнімізді жоспарлап алмағаннан, сол бір істерімізді бір ретке келтіріп жазып қоймағаннан деген секілді. Енді Нұргүл Сейсенғалиқызы, өзіңіз енді әрі анасыз, әрі әжесіз, әрі үй тірлігі бар, әр қайсымыздың басымызда әйел адам болғасын, бір үйдің отанасы, бір шаңырақты ұстап отырғасын, бала тәрбиесі бар, онымен қатар жаңағы үйіміздің тіршілігі бар, сәресін дайындау, ауызашар дайындау деген секілді. Жылына келетін бір Рамазан болғасын, енді ауызашар жасап, туған туысқанның жаңағы қатынасымызды нығайтып, бір дос жаранымызды шақырып, оның да сауабын алып қалғымыз келеді. Сонымен қатар енді Рамазан айында басқа айларда берілмеген түнгі намаз, жаңа тарауих намазы бар. Енді ол тарауих намазын басқа айларда оқиық десек те оқи алмаймыз. Енді осының барлығына әйел адам қалай үлгерсе болады? Бұның барлығына да енді күш керек, қуат керек, уақыт керек деген секілді. Өзіңіздің Рамазанда қалай қарсы аласыз? Рамазан айын қалай өткізесіз? Осы Рамазан айында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мынау шақырған, насихаттаған, көрсеткен құлшылықтарының ішінде өзіңіздің бір жүрегіңізге жақын, сүйікті, сүйіп тұрып жасайтын, ықыласты болып жасайтын құлшылығыңыз бар ма? Сонымен көрермендермен бөлісіп кетсеңіз. Рахмет, Нар. Қасиетті Рамадан айы келді. Сіздердің бәріңізді құттықтаймын. Алла тағаладан абыроймен осы қасиетті айды ұстап, сауапқа кенеліп, тозақтан құтылғандардан болуымызды нәсіп етуін сұраймын баршамызға. Енді менде барлығыңыз сияқты сол ортадағы адаммын ғой, енді асып та кетем деп ойламайым, енді кемде қалмауға тырысам. Енді біздер әйел адам болғасын, банағы айтқаныңыздай жұмысымызда бар, үйде бар, бала-шағада бар, басқа да шаруалар бар. Құлшылықта жасап қалғың келеді, құр қалғың келмейді, еселенетін сауаптардан қалғың келмейді. Сондайда енді біздер әйелдер жалпы банағыдай жоспар құрып алған негізінде жақсы дайындалып, Шағбан айынан бастап уже дайындалып өзімізді, сөйтіп дайындамасақ аптығып қаламыз ба, абдырап қаламыз ба деп ойлаймын. Енді бұл Құран айы болғандықтан мен өзім көбіне негізінде Құран оқуға көп уақыт бөлем. Себебі Құран ол Аллах Тағаланың сөзі болғандықтан,
Иә, оның ішінде бәрі айтылғандықтан, Аллах тағаламен сөйлесетін болғандықтан, көбіне Құранға негізінде көп мән берем. Және де сауаптардың бәрі еселенетін болғасын, жанұямның ауыз ашуына, ауыз бекітуіне, соған үлес қосуды да тастамаймын, әрине. Әр ораза адамның аузын аштыру және жаптыру сауаптардан болғандықтан. Одан кейін қалса, біздің тараух намазымыз бар, бекітілген намаздар, Рамадан айының қасиетті, сондай біздің рухани баюымызға, құлшылығымыздың кеңеюіне, молаюына себепші болатын тараух намаздарын да қалдырмауға тырысамын. Және духа намаздарымыз да бар. Соның бәрін реттеп, қазір былай қарағанда адам ойлауы мүмкін, әйел адам, ой, мен деген қарным аш болады, әлсіз болам деп. Бірақ оның бәрі ниетке байланысты. Ниетіңізді туралап алсаңыз, ең бірінші, Аллах тағала өзі жеңілтеді. Иә, сосын ол аштығыңызды да ұмытып кетесіз, пландасаңыз. Сухурмен, сосын духамен, сосын 5 парызымыз бар, так. Сосын Құран оқуымызбен, Құранды көбірек оқыңыз келсе, енді өзіңіз бөліп аласыз, бір белгілі кестелер бар ғой. Күндерге, уақыттарға бөліп қойған, қай намаздан кейін неше рет оқысаң, күніне неше оқысаң, соншама. Енді кімнің шамасы қалай жетуіне байланысты, сөйтіп жоспарлап, соған қарай тырысып құлшылық етеміз енді. Тахаджуд намазы бар тағы. Сөйтіп енді әрі ауыз аштыру бар жағдайымыз келгенше, жақсы көретін адамдарды, кем-кетікті, потому что неге десеңіз, сауапты істердің біріне садақа да жатады ғой, ең абзал амалда құлшылықтарға. Сол садақаларды да беріп, сондайға кеңес берем. Барлық жақсы амалдарымызды осы айда жасап қалып, күнәларымыздан тазарып, дұғаларды көп істеп, дұғада құлшылық болғандықтан сөйтіп күнімізді жайлап өткізіп жатырық. Ауызашарларға да барып қоямыз. Шақырған жерден қалма, шақырмағанға барма деген сияқты. Сондай. Өте орынды айттыңыз. Негізі Рамазан айы жаңа айтып жатырмыз ғой, жоғарыда мүмкіндік айы деп жатырмыз, сауаптар еселенетін ай деп ғұламалардың өзі айтқан екен. Жалпы бұл айдан тек қана бақытсыз адамдар ғана, сорлы адамдар ғана мақрұм қалады дейді. Әйтпегенде мынау жүрегі иманға толған, жүрегі Аллаға деген махаббатқа толған адам негізі осы айда ықыласты болып, мынау білекті сыбана кірісіп, басқа айларда енді кейде бір арқаны кеңге салып, немқұрайлы қарап жүрсек те, осы айда білекті сыбана кірісіп, ұйқыны да ұмытатын ай ғой енді. Өйткені Рамазан айының мынау күндері де берекелі, күндері де қаншалықты сауапты болса, түндері де соншалықты сауапты. Сондықтан да енді Құран оқу, бұл жаңа өзіңіз айтып отырғандай Құран айы Хазіреті Айша анамыздан сұралған кезде сахабалар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айында не істейтін еді деген кезінде Хазіреті Айша анамыз айтқан екен, енді ол кісінің өмірінің жаңағы көп бөлігі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанында өтті ғой. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айында Құранмен шұғылданатын еді дейді. Яғни Құранды оқумен, қайталаумен, жаттаумен, баршамыз білеміз, Жибрил алейхиссаламға тапсырумен деген секілді. Бұл енді Құран айы ғой. Құран айы болғасында Рамазан айы қасиетті, Құран айы түскен ай, өзінің кәләмін түсіру үшін Аллах тағала осы Құран айын таңдап тұр ғой 12 айдың ішінен. Жақсы амалдарыңыздың барлығын Аллах тағала қабыл етсін. Расымен де енді дінімізде енді парыз құлшылықтардан бөлек нәпіл амалдар да өте көп қой. Жаңа өзіңіз айтып отырған нәпіл намаздар бар. Сол секілді садақа, қайырымдылық, бұл айды әрбір адам Рамазанның берекесін сезіну керек. Тіпті мұң мұқтаж адамдардың өзі
бұл Рамазан айда қуану керек қой, жоқшылықты сезінбеу керек, тойып тамақ ішу керек ауызашарларда дегенде, енді Аллах тағала осы жақсы бір жамағатқа үлгі болып жүрген амалдарыңызбен жандардың бірісіз ғой, Аллах тағала қабыл етсін. Енді ардақ ұстаз, біз енді шынында да әйел адам жаңағының барлығын енді бірдей алып жүреміз. Қазақта айтады, мен енді бұны әртүрлі жағдайда түсінуге болады, әртүрлі мағынада әйел адамның 40 жаны бар деп жатады. Бұл енді бір әйел адамдарға бір мотивация ретінде, бір жаңағы шағымданбай, жаңағы өздері бір жинақтасын деген жігерлендірген мақсатта да айтып жатырған сияқты. Десе де Аллах тағала әйел адамды әлсіз жаратқанды ұмытпауымыз керек. Біз әлсізбіз, біз нәзікпіз дегенде табиғатымыз сондай ғой, нәзіктікті талап етеді. Енді осының барлығына күшті қайдан алуға болады? Енді мен өз басым енді 6 баланың анасы ретінде үйдегі бір отанамын, енді жасайтын қызметім бар, қызметкермін. Қоғамның алдында, жұмысымның алдында өзімнің бір жауапкершілігім бар. Енді осының барлығы мынау нәзік иығыма арқалап жүрген жағдайым бар. Жаңағы айтқандай, жоғарыда айтқандай, туысқанды қатынасты да нығайтып, бір туыстарға да барғың келеді, ауызашарларға. Өзің де қонақ шақырып, бір сауабыңды алып, қонақ келсе құт келеді дейді ғой қазақта. Үйге бір құт жинап алғың келеді былайда. Сол секілді бала тәрбиеміз тағы бар. Өзіміз жаңағы ауызашарларда қыдырып жүрсек, өз ұстаған оразамызға, оқыған құрандарымызға қуанып, мәз болып, бірақ балаларды ұмытып кетсек, балалар Рамазанды сезінбесе, балалар Рамазанның қадір қасиетін түсінбесе, онда біздің ата-аналық жауапкершілігіміз, тәрбиеміз қайда қалды? Енді осының барлығына әйел адам күшті, қуатты энергия деп айтамыз, энергияны, соны жігерді қайдан алады? Өйткені әйел адамда енді адам ретінде шаршайды ғой, кейде бір денсаулығы да сыр береді, кейде бір ойда қаншама істер болғанымен соны да бір жүзеге асыра алмай қалатындай да жағдай болып жатады, күйбең тірлікпен. Сол жағынан бір маман ретінде бір кеңесіңізді айтсаңыз, біз тыңдап отырған қыз келіншектерге. Енді бұл күшті қайдан алады? Күшті Алла береді, ниетіне қарай әркімге өзінің несін алады, қарымын. Бірақ жаңағы бұл жаңағы сіздің атап өткен, бұл осы айға дейін де істелінетін әйел адамның міндеті. Сондықтан осы айда енді біз оның еселенетінін есімізге түсіре отыра, бізге ол үлкен мотивация. Және Шабан айы дедіңіз, жаңа сол кезде біз дайындаламыз ғой бұған. Сол дайындықпен келіп, өзімізді дайындап, әрине әйел адам істеніп, кітап оқып, жаңағы Құран оқығанның өзі де сауап, оған әрбір әріпіне сауап жат. Содан күш алады әйел адам. Және отбасындағы отағасы, барлық қарым-қатынаста жылы мейірімділікпен осы жақсы ниетін ұштастыра білсе, Алла қуат береді деген ойдамын. Енді бір қыз келіншектерге айтар бір психологиялық техника деп айтады ғой, қазіргі трендтегі сөз, бір техникалар жоқ па? Бәлкім жаңағы мен өз басым тайм менеджмент деген нәрсеге өте көп көңіл бөлем. Өйткені онсыз мүмкін емес. Ғұламаларымыздан қалған бір сөзде, егер кімде кім дейді, мына күнделікті өмірін, істерін, амалдарын, құлшылықтарын реттеп, жоспарлап жүретін болса дейді, есепке алып жүретін болса, оның ақыретте өкініші аз болмақ дейді. Яғни ол ақыретте ұтады дейді. Өйткені жоспарлап қойғандықтан да. Ал егер кімнің ісі, амалы, құлшылығы, өмірі ретсіз болатын болса, оның ақыретте өкініші көп болмақ дейді. Сондай бір техникалар жоқ па? Техникалар бар, енді бірақ үзілді кесілді мынау осы техника саған жарайды деп айта алмаймын, себебі әр әйелдің табиғаты, түсінігі, жауапкершілігі әр деңгейде болғандықтан, тағдыры бала шағалы болғандықтан, бірде жазып, бірде қоймаған, сосын өзін кінәлі сезіну арты кінәлі сезінуге апарғаннан бұрын мен нақты мынау техниканы ұстаныңыздар деп айта алмаймын да. Бірақ ең бастысы әйел адамның жүрегіндегі, ойындағы бір жинақылық пен ниет, Алланың сауабына деген үміт, осыны бір жинақылыққа әкеліп, оразамызды әдемілеп, ұстап, құлшылығымызды әсемдеуге бір әр әйелдің өзінің бір иманымен, әсемдігімен жетеді деп ойлаймын. Нақты бір техника, енді әркім әртүрлі өзінің деңгейіне сай.
Жақсы, Алла разы болсын. Жалпы енді жалпыға көпшілікке бір келетіндей жақсы бір әдіс тәсілдер, кеңестер болып жатырса, қыз келіншектермен бөлісе отырайық деп жатырғаным ғой. Енді бұл Рамазан айы, жаңа айтып жатырмыз, мейірімділіктің, сабырдың, тақуалықтың, тазарудың, өз-өзіңе есеп берудің, қайырымдылықтың, жомарттықтың, яғни қандай да болса адамзат баласына берілген адамгершілік қасиеттер болса, жақсы Құранның, хадистің насихаттайтын қасиеттер болса, соның барлығын бойға жинап алып, ал қандай бір Құран қасиетті Құран қайтарған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтарған бір жаман қылықтар, жаман әдеттер болатын болса, болатын болса, соның барлығында тастайтын, жақсы амалдарды, жақсы мінездерді бастайтын ай ғой. Енді адамзат баласына берілген сый-нығметтер әлбетте өте көп, солардың бірі білім деп айтар едім. Білім бұл жаңа мынау Рамазан айын қаншалықты біз өзіміздің ақыретімізге, иманымызға, осы дүниемізге пайдалы қылып өткізе алуымызда бұл көбіне біліммен келеді. Яғни Рамазан айы келгенше біз білім алуымыз керек. Жалпы Рамазан айы ол қандай ай, бұл айда не істеуге болады, не істесек біз жаңағы өзіміздің оразамызды құртып аламыз дегенде, бұл енді білім жаңа ақ пен қараны ажырататын, адамзатты қараңғылықтан жарыққа шығаратын, сондай бір адамзатты өсіретін Алла тағаланың сыйы ғой. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде әрбір ерге де, сол ермен қоса әйелге де, қарап тұрсаңыз тек қана ер адам білім алып деген нәрсе емес, үйде жаңағы қоғамда басшы деп, әйел адамға да білім алуды парыз қылып тұр. Осы орайда Нұргүл Сейсенғалиқызы қаншалықты білім деген үлкен нығметтен алатын үлесіміз болады ғой, әрқайсымыздың да әртүрлі дәрежеде білім алуға, ізденуге қаншалықты көңіл бөлесіз. Жалпы қарапайым өмірде тек қана Рамазанда емес, жыл 12 ай ғой, енді білімді алып ізденіп отырамыз. Өйткені адам баласы бір рухани кемелділікке, жанын тазартуға, жүрегін тазартуға дегенде өсуге, бір өзінің кеше мен қандай едім, бүгін қандаймын дегенде өз-өзіне есеп беру, мұның барлығына да білім керек қой. Сол қандай білімдер аласыз, қаншалықты өміріңіздің, күніңіздің қаншалықты бөлігін бөлесіз дегенде сізге осындай бір сұрақ болсын. Енді білім деген өте маңызды нәрсе. Білім туралы Құранда да, хадис шарифтерде де көп айтылған. Соның ішіндегісі мысалға келтірсек, Аллах тағаланың ең бірінші түсірген аятының өзі оқы деп, оқудың, білімнің маңыздылығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бұйырғандығынан байқауымызға болады. Және де хадис шарифте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям білім алу әр мұсылманға парыз деді ғой. Осының бәрін енді дінмен таныса келе білгеннен кейін білімді жалпы оған дейінде де, бұрынғы күнімізде де, намаз оқымаған кезімізде де негізі көп мән беретін едім. Потому что жарық пен қараңғы сияқты деп ойлаймын. Екі бөлек әлемі? Иә, білімді адам енді білімді жарық, нұр сияқты болады. Ойыңда өзгереді, өміріңде өзгереді, дүниетанымың кеңейеді дейсің. Енді білімсізді енді қатты айтсам ешкімге тегім келмейді, бірақ енді менің ойым қараңғылықпен теңеймін білімсіздікті. Білімсіз адам білімсіздікпен көп нәрселерді жасайды, жамандыққа барып қалу мүмкін деп айтам. Адасу да мүмкін білімсіздіктен да. Ал енді білімді адам болатын болса, ол біледі да, ненің қайда екен, қалай екен. Сондықтан өзім енді білім мәселесінде жалпы көп мамандық иесімін. Алланың мейірімен. Атап өтсек, мен бұрын инженер болып мұнай саласында жұмыс жасағанмын. Мұнай саласында көп жылдар бойы сондай еңбек етіп, басқарып, талай-талай азаматтарды да, не то что әйел адамдарды. Содан кейін барып Алланың дінімен танысып, біздің егемендігіміз келгеннен кейін көзіміз ашылып, дін жарияланып, мешіттер салынып, сөйтіп көркейген кездерінде уже дінмен танысып, мен қызықтығым осы жаққа қарай ауысып кетті. Сосын Аллах тағала не дейді екен, халифа
Алтайдың переводынан емес, Ратбек Қажы деген кісі болды бұрын. Сол кісінікі күшті ұнайтын еді маған переводы. Өте сондай обширный аудармасы. Сосын барып банағы мешіттегі ұстазымның кеңесімен, имамдардың айтуымен, сонымен сөйтіп оқуға, араб тілін оқуға кеткен болатынмын Алматыдан. Соны қызыл дипломмен бітіріп келіп, одан кейін біраз жылдар мешітте де ұстаз болып жасап жұмысты. Одан кейін енді жалғыз басты ана болғандықтан еңбек ету керек. Мешіттегі ұстаздардың енді бәрі білетін шығар, зарплаттары аз болғандығынан, бизнеске қарай уже кетіп қалдым. Сосын, сонымен бизнес жасап, сонымен жүріп келген неміз бар енді, бірақ бұрынғы білімдеріміз енді бар ғой, енді көбіне кеңес берем, білім алу енді өте жақсы. Әрі де алғым келеді, мүмкіндік болатын болса. Жақсы, машалла. Өзіңіз бесесіп жаңағы қаншама мамандықтың иесі екенсіз ғой. Әлбетте енді білімдінің күні жарық, білімсіздің күні қарып деп айтады ғой қазақта. Бұл енді білімнің сондай бір пайдасын, білім деген нығметтің қадірін көбіне енді көпшілігіміз білеміз деп ойлаймын. Жаңа бір сөзіңізде айтып жатырсыз, бәлкім енді қаншалықты жұмсақ қылып айтуға болады деп. Кейде бірақ мынау білімге немқұрайлы қарайтынымызда сол батырып айтпағанымыздан шығар. Негізі бұл батырып айтудың үлгісін қазақтың хакімі данышпаны Абай атамыз айтып кеткен. Мынау қара сөзінде тәрбиелік мәні өте зор ғой, қара сөздерінің Абай атамыздың. Сол Абай атамыздың бір қара сөзінде былай деп келеді: адам баласы дүниеге екі түрлі мінезбен туады дейді. Бірі ішсем, жесем деп туады дейді, дүниеге келеді дейді, ал бірі көрсем, үйренсем, білсем деп келеді екен. Соны Абай атамыз осы жерде батырып негізі барша қазаққа айтып кеткен. Көрсем, білсем деген, жесем, ішсем деген бұл тек қана жаңағы тәннің қалауы дейді. Ал көрсем, үйренсем, білсем деген бұл жанның қалауы дейді. Сондықтан енді бұл екеуі де негізі адам баласына қажет әлбетте. Тән жаңағы жанға, жан тәнге қонақ болады дегендей ары қарай Абай атамыз айтады. Бірақ сөзінің соңында былай деп әдемі тәмамдайды: егер де кім дейді, мынау тек қана ішсем, жесем дейтін болса дейді, ол оттаған хайуанмен тең дейді. Яғни Абай атамыз батырып тұрып, сенің хайуаннан ешқандай айырмашылығың жоқ, оттаған хайуанне сеніне бірсің деп айтып кеткен екен. Егер тек бұл дүниеде ішсем, жесем деп жаңағы тек қана нәпсі қалауымен ғана ойлайтын болсаң дейді. Бірақ адамзат баласын басқа жаратылыстардан, басқа тіршілік иелерінен жоғары қылған нәрседе бұл білім. Құранның алғашқы аятының да оқы деген білесіздер ғой. Яғни бұл біліммен адам баласы адам болып тұр. Адам баласының дәрежесін Алла тағала құрметті қылып, беделді қылып, жоғары көтеріп қойған екен. Сондықтан қанша батырып айтсақ та, қалай айтсақ та жарасады. Негізі әрқайсымызда сол жастарды, жалпы дүйім жұртшылықты білімге, әсіресе діни сауаттылықты арттыруға, қазір енді қоғамда не көп, талақ мәселесі көп жастардың арасында. Сондықтан да мына ұлттық құндылықтарымызды насихаттауға, дін мен дәстүрді насихаттауға, жалпы халықтың көзінің ашық, көкірегінің ояу болуына жаңағы өзіміздің үлесімізді бір титтей де болса қосып жүруіміз қажет қой, арақсыз. Бұл жерде енді сізді тілге тиек етіп кетсем деп отырмын. Сонау бір Астана қаласынан қазір міне Ақтөбе облысына, біздің қаламызға келіп жатырсыз жұмыс барысымен. Осы эфирімізді пайдаланып, қыз-келіншектерге, жамағатқа өзіңізді таныстырып, жалпы мынау ұлттық құндылықтарды насихаттап жүргеніңізді білеміз. Бұл енді өте әдемі, сондай бір сауапты іс негізінде. Жаңа жоғарыда да айтып жатырмыз ғой, қазір талақ мәселесі дейміз ғой, шаңырақтардың шайқалуы көп. Бұл шаңырақтардың шайқалуы неге алып келеді? Жарым-жан балалардың өсуіне, анасыз өсіп жатыр кейбір балалар әкесіз өсіп жатыр дегенде, мұның барлығы адамның тағдырына, адамның мінез-құлқына, адамның ішкі әлеміне әсер етпей қоймайды. Бұл жерде енді Аллах тағала барша амалдарыңызды қабыл етсін. Бұл ұлттық құндылықтарды және дінімізді насихаттау, бұл сол еліміздің әрі қарай ұлт болып, жаңағы болашағының жарқын болып, ұлт болып жалғасуына өте бір пайдалы іс қой.
Енді осы Ақтөбе өңіріне арнайы келіп ұлттық құндылықты дәріптеп жатыр деп ұстаз айтып кетті. Оған өз басым, өзінем, мен көп балалы анамын, 9 балам бар, Аллаға шүкір, 2 келінім бар, күйеу балам бар, 5 немереміз бар. Сол Аллаға шүкір, енді барлығын осы өзімнің тәжірибемнен өткізе отыра, жаңағы айтып тұрған әйел адамның жаны тыныш болмаса, денсаулығы болмаса, ол жаңағы дені сау анадан дені сау бала туады. Сондықтан біз осы қоғам болып, әйел адамдар бір-біріне міне осай сырласып отырғандай, бір-бірімізге демеу беріп, бізді тыңдап отырғанда сіңділеріміз бізден бір өзіне керегін бір түртіп алса екен деген бір үлкен ниет бар. Әрине, әйел адам бірінші күтіну керек деп айтқым келеді. Себебі біз дүниеге бала келеміз. Ол баланың сау болғаны, ананың сау болғаны өте байланысты. Және өзім психолог, психосомат маманы болғандықтан, біздің жаңағы психосоматика деген жаңағы ойдың тәнге берілетін, денеге берілетін әсері ғой. Соған ойымызды жинақтап, ойымызды жаңағыдай жаман негатив келіп атса тоқтатып, жоқ, Алла мені көркем қылып жаратты деп өзімізге бір тоқтау айтып, жаңағы барлық білімнен басталады ғой. Сол білім арқылы өзімізді әрман қаратай дамытып, ал жаңағы білімді ана, ол білімді ұрпақ. Міне осының барлығын ұштастыра келе, міне қазақ қыздарына дамыса екен, өздеріне қарасы екен, және отағасыменен тату тәтті жаңағы толық отбасы болып өмір сүруіне деген өздеріне керек білімдерін ізденіп тауып, соны іске асырса екен деген бір үлкен ниетім бар еді. Алла тағала ниеттерімізге жеткізсін, ниеттерімізді қабыл етсін, амалдарымызды асыл етсін, мұраттарымызды. Жалпы бүгінгі тақырып енді уақыттың мөлшеріне қарай барынша ашылды деп ойлаймыз. Көзі қарақты көрермендеріміз өзінің керегін алады деп ойлаймыз. Ал құрметті қыз-келіншектер, баршаңызға осынау Рамазан айы тағы да құтты болсын. Жалпы сөзіміздің тоқ етері Рамазан айы әлі де жалғасуда, әлі де қаншама әрбір күн мүмкіндік десек, қаншама мүмкіндіктеріміз бар. Алдымызда мынау 1000 айдан да қайырлы шоқтығы биік қадір түндері келе жатыр. Бұл қадір түні туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім иманмен, Аллаға деген жүрегі толы, иманға толып, және оның сауабынан үміттеніп, бұл қадір түндерін құлшылықпен өткізсе, онда өткен күнәләрінің барлығы кешіріледі дейді. Осы сөзіміздің соңында көрермендерімізге де жалпы қазақ жұртшылығына тілеріміз, баршамызда осы Рамазан айының қадір қасиетін сезіне, түсіне алуымызды, осы Рамазан айының мақсатына қолымызды жеткізе алуымызды, тақуалыққа жеткізіп, өзімізді Аллах тағалаға барынша амалдарымызбен жақындап, осы амалдарымыз Алла тағаланың құзырында қабыл болып, Рамазан айындағы әрбір ауызашар сәтіндегі дұға тілектеріміз қабыл болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш, ұрпақтарымыздың болашағының жарқын болуын тілейміз. Ассаламу алейкум.